Кайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен формасы ерекше жұмсақ булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздермен Айдана. Ең алдымен бізге жылы сүтімізге қантымызды, ерітілген сары майымызды, аздап тұзымызды, аштығымызды салып, бір араластырып, үстінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Еленген қамырымызды бір жарым сағатқа жылы жерге қойып ашытып аламыз. Мен бұл булочканың ортасына, салмасына вареная сгущенка қолдандым. Сіздер творог немесе жем, кез келген фруктыларды қолдана берсеңіздер болады. Осылай ашыған қамырымызды теңдей етіп 10 бөлікке бөліп алдым. Менде 10 булочка шықты. Дәл осы рецептпен. Рецепті описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Осылай видеодағыдай етіп, қолымызбен құрт секілді шариктер жасаймыз. Дәл осы уақытта печкамызды қыздырып қойып, осылай табамызға пергаментімізді төсеп, осы видеодағыдай етіп, булочкаларымызды жасап шығамыз. Салмасына вареная сгущенка қолдандым. Мендегі вареная сгущенка қою. Осылай салып шықтым. Булочкамыздың шетіне жұмыртқамыздың сарысын және оның бетіне күнжіт немесе мак сеуіп әсемдесеңіздер болады. Достар, егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.